Кейін мүлдем жігіттерге қарағыңыз келмей қалған болуы ықтимал. Вот, жігіттердің бәрі жаман, жігіттердің бәрі алдайды. Ер азамат көрсе, ол алыстан қашады. Бұл қалыпты емес. Онда ертеңгі күні сіз алып келетін бала сіздің миыңыз үшін конкурент болады. Бұл соны түбі ажырасумен бітіп жатады. Сәлем, сіздермен бірге мен Фариза Халықова, қарым-қатынас экспертімін. Бүгінгі бізде айтылатын тақырып мен қарым-қатынасты қаламаймын, бұл қалыпты ма? Бұл бізде жиі қыздардан келетін сауалдардың бірі деп айтсам болады. Және әртүрлі себептер болуы мүмкін. Барлығын бірдей талқылай алмаймыз, дегенмен ең негізгі 3 себепті талқылап көрейік. Ең бірінші, сізге жақын болған адамнан көңіліңіз қалған болар. Енді бұл жерде мәселе жігітте болып тұр да. Жігітіңіз алдап кеткен шығар, немесе білмеймін сізді тастап кетті. Сондай бір үлкен ажырасу кезеңінен өттіңіз, содан кейін мүлдем жігіттерге қарағыңыз келмей қалған болуы ықтимал. Болмаса, өзіңіздің әкеңізбен қарым-қатынаста. Яғни әкеңіз анаңызды тастап кеткен болса, немесе жалпы көрмеген болсаң, ер азаматтан қорқу болуы мүмкін. Бұл жағдайда отношения құрғыңыз келмесе, онда бұл қалыпты емес. Неге? Себебі сіз өзіңіздің травмаңыздың проекциясынан ер азаматтарға қарайсыз. Вот, жігіттердің бәрі жаман, жігіттердің бәрі алдайды, оларға сенуге болмайды деген ой миыңызда отырған болса, онда бұл қалыпты емес, демек ішкі травмамен жұмыс жасау керек. Ал егер сіз шынымен де жігітпен қарым-қатынас құруға болатынын түсінсеңіз, және оған тек қазір мен дайын емеспін, менде басқа да бір приоритетті басқа нәрсе тұрған шығар, жұмысыңыз, немесе оқуыңыз, қазіргі уақытта қарым-қатынас маған керек емес, сондықтан мен жігітпен қарым-қатынас құрмай жүрмін десеңіз, онда бұл қалыпты болып саналады. Яғни травма жоқ, жай ғана бұл сіздің қазіргі таңдауыңыз, шешіміңіз болып тұр. Бірақ белгілі бір уақыттан кейін сіз қарым-қатынас құруыңыз ықтимал дегенді білдіреді. Ал бірінші жағдайда травма болғандықтан адам қашқақтайды. Ер азамат көрсе, ол алыстан қашады, көргісі келмейді, кездескісі келмейді, сөйлескісі келмейді, барлық байланысты толыққанды үзіп тастайды. Енді екінші бір себеп болады. Бұл себепті тереңірек түсіндіріп көрейік. Бізге айтады, жасымыз 20-дан аса бастағанда қыздардың көбіне айтады, тұрмысқа шық. Немесе бір үйдің жалғыз қызы болса, сен ертерек тұрмысқа шық, біз немере жиендерімізді көргіміз келеді дейді. Осы мақсатта тұрмыс құратын болсаңыз, онда әртүрлі бір салдарлар жүруі мүмкін. Бірінші, егер сіз өзіңізді әке шешеңізден соншалықты махаббатты алмаған болсаңыз, онда ертеңгі күні сіз алып келетін бала сіздің миыңыз үшін конкурент болады. Яғни маған берілмеген махаббат, мен сезінбеген ғой, менің баламды жақсы көріп, баламды еркелетіп, ертең менің жиенім, немерем деп бөліп отыратын болса, сіз өз балаңызға айтқанда жек көрініш болады. Бұл әрине осознанно емес, бұл түпкі бейсаналы түрде жүретін формат. Соның әсерінен не болады? Бізде балалар көбіне аурумен дүниеге келіп жатады, бала дүниеге келген кезде. Яғни салдар өте көп деп айтсам болады. Сондықтан ата-анаңызда махаббат алмаған болсаңыз, сізге жеткіліксіз болып тұр, ішкі бір жаңағы болады ғой, алынбаған сезім, қамқорлық жетіспесе, кішкентай қызыңыз ішіңізде қиналып жатырған болса, онда бұл мәселемен міндетті түрде жұмыс жасаңыз. Тұрмысқа шығу керек деген мақсатпен тұрмыс құрып кету, бұл бақытты болуға негіз бола алмайды. Бақытты болу сіз ең бірінші өзіңізбен өзіңіз қалғанда да жақсы сезінуіңіз керек. Және үнемі тек мен жалғыз қалып кетпейін, мен жалғыз қалудан қорқамын, маған біреу керек деп жігітті іздеу, немесе қарым-қатынас құру, тұрмыс құру, бұл соны түбі ажырасумен бітіп жатады. Ең бастапқы мақсатыңызды анықтаңызшы, не үшін сіз жігітпен қарым-қатынас құрғыңыз келеді. Сіз өзіңізге өзіңіз жетіп тұрсыз, махаббатыңыз толып тұр, және осы сезіммен бөліскіңіз келе ме? Жоқ, әлде 2 жарым 1 бүтін деген бізде бір философия бар ғой. Бұл нәрсеге мен мүлдем қосылмаймын. Себебі 2 адам толық кезде ғана, толық бүтін болып жолыққан кезде үлкен бір махаббат туындауы мүмкін. Ал 2 адамның екеуде бір травмасы бар, екеуде бір бүтін емес, ішкі бір
тәуелділік бар да адамдарға. Сондай болып эмоционалдық тәуелділікпен қосатын болса, бұның соны жақсылықпен біте қоймайды. Осыны да ескеріңіз деп айтқым келеді. Үшінші, неге қыз балалар жігітпен қарым-қатынас құрудан қашады? Ең бір соңғы себеп деп айтсақ болады, бұл ананың моделін көру. Егер менің анам әкемнен таяқ жеп жүрген болса, әкем үнемі ішетін болса, жалпы анам отбасылық өмірде бақытсыз болса, қыз түп сана деңгейінде қарым-қатынастан қашқақтай бастайды. Себебі сол нәрсені қайталағысы келмейді. Мен 20 жасыма дейін, 30 жасыма дейін анамның қиналғанын көрдім, ақша жетпегенін, таяқ жегенін, көз жасын, үйдегі бір айқай-шудың барлығын естіп көріп өстім. Енді мен оны әрі қарай жалғастырғым келмейді. Яғни осы сценарийден қорқып, анти-сценарийға барады адам. Отношения құрмас үшін барлығын жасайды. Я ол сөйлесуі мүмкін, я ол кездесуі мүмкін, бірақ тұрақты жүйелі тұрғыда серьезный деп айтамыз ғой, орысша айтқанда, серьезный отношения құрудан қашқақтайды. Себебі отбасын құру ол үшін қауіпті. Кез келген адамның миы, психикасы үшін қауіпті деген нәрседен ол айналып тұрып қашады. Біз үшін қауіпсіз аймақ, яғни махаббат, қиындық, махаббат жаман, махаббат бір жылау, қайғы деген ойымызға сол ой орнап алған установка. Соның нәтижесінде біз махаббат, жігіт деген нәрсеге қарай алмаймыз да. Сол үшін не үшін қаламай тұрсыз? Бірінші осы сұраққа шынымен де анықтап, шынайы жауап беріңіздерші. Міндетті түрде осы видеоның астына жазып кетсеңіздер, мен оқимын, кері байланыс беретін боламын. Әрқайсыларыңыздың пікірлеріңіз маңызды. Және каналға жазылуды ұмытпаңыздар, құрбыңызбен бөлісіңіз. Сауалдарыңыз болса, қойыңыздар. Бұл айтылған 3 себеп ең негізгісі, яғни база болып саналады. Келесі видеода кездескенше.